балалар. Топ жетекшісі Аружан. Бүгін сабақта кім жоқ? Бүгін сабақта Қанағат Ерғали жоқ, ол ауырып жатыр, справкамен келеді. И және де Әділбай Біржан жоқ, ол тоже ауырып жатыр. Жақсы, рахмет, отырыңыз. Бүгінгі сабағымызды апта дәйек сөзімен бастайық. Тәуелсіздік тәтті сөз ғана емес, ұлттық жауапкершілік. Бұл сөзді қалай түсінесіздер? Мен айтамын оны. Еркежан? Бұл дәйек сөзді мен тәуелсіздік, біз патриотпыз деп, жақсы көреміз деп, жай ғана сөздермен емес, оны істермен көрсету қажет деп ойлаймын. Табиғатымызға деген жауапкершілік, қамқорлық, өз қазақ тілімізді құрметтеп, қазақша сөйлегеніміз, еліміз үшін оқып, сол елімізді дамытуға үлес қосу мен үшін осы ұлттық жауапкершілік деп санаймын, және осы дәйек сөзді мен осылай түсінемін. Жақсы, рахмет. Тағы да кім? Олжас, мен білем сіздің патриот екеніңізді. Тәуелсіздік тәтті сөз ғана емес, ұлттық жауапкершілік дейміз, яғни біз тәуелсіздік дегеніміз ол өте терең мағынадағы сөз деп ойлаймыз. Себебі біз сол тәуелсіздікті алу үшін ата-аталарымыз көптеген еңбек етті. Сол тәуелсіздікті алу үшін көп тер төкті деп айтуға болады. Біз және соны орысша айтқанда ценить ету керекпіз ғой. Бағалауымыз керек, Бағалау. Жақсы, рахмет. Жұбаныш, қосарыңыз бар ма? Тәуелсіздік тәтті сөз ғана емес, бұл ұлттық жауапкершілік. Нағыз тәуелсіздік ел, ол өз саясаты, өз тілі, өз мәдениеті бар мемлекет. Жалпы бізде тәуелсіздік ол бізге келген сый емес, бұл ата-бабамыздың еңбегі. Соның арқасында біз қазір тәуелсіз елде өмір сүріп жүрміз. Сондықтан осы келген еңбектің арқасында келген тәуелсіз елді дамыту осы жастардың біздің қолымызда. Дұрыс айтасыз. Тәуелсіз дегенімізді қалай түсінесіз? Тәуелсіздіктің белгілерін айтыңыз. Тәуелсіздіктің белгілері ол еркін таңдау, саясат, Жарайды, отырыңыз. Қыздар, қосатындарыңыз бар ма? Жақсы, сабағымызды жалғастырайық. Сабақты бастамас бұрын мен сіздерге бағалау критерияларын таратып берейін. Жауап берген әр сұраққа бір балдан ғой? Бағалау критерияларына қарап өз-өздеріңізді бағалаймыз. Үй тапсырмасына не берілді? Айтсам ол ма? Мерейтпен сұрайын. Үй тапсырмасына пайдалы қазбалар классификациясына слайд жасап келдім. Жақсы. Сіз дайындадыңыз ба, Ерболат? Я дайындадым, айтсам ол ма? Жақсы. Қорғайсыз ба? Тақтаға шығыңыз. Сіздің салдан қосып берейін. Батып қойып қоймадым ба? Жеп қойым сізге. Олардың жалпы қасиеттері және олардың классификациясы. Бүгінгі біздің тақырып. Минералдардың жалпы қасиеттері және олардың классификациясына келетін болсақ, пайдалы қазбалар химиялық құрамы мен физикалық қасиеттері олардың материалдық өндірісте мысалы шикізат немесе отын ретінде тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін жер қыртысының минералды және органикалық түзілімдері қатты, сұйық және газ күйінде кездеседі. Пайдалы қазбалардың түрлері: жанғыш пайдалы қазбалар мұнай, табиғи газ, сланец, шымтезек, көмір. Кендер болса қара түсті және асыл металдар рудалары. Гидрометалдары, жер асты минералдары және тұщы сулар. Бейметалл пайдалы қазбалар, құрылыс материалдары, әктас, құм, саз, тағы да басқа глина кіреді құрамына. Минералдардың қасиеттері: барлық минералдар әртүрлі қасиеттерге ие. Мұнай сұйық, тұтқыр, қара түсті, өзіне тән иісі бар зат. Ол жанады және пластмасса және қозғалтқыштарға арналған отын жасау үшін қолданылады. Табиғи газ үйінділері жылытуға және тамақ дайындауға пайдаланылады.
Қазақстанда пайдалы қазбалар өндірілу бойынша мына жерде диаграмма. Мұнай мен көмір, алуан түрлі руда және металл емес кен орындар республиканың шикізат қазынасында болып табылады. Олардың ішінде Қазақстанның әлемдік даңқын айқындайтын пайдалы қазбалар бар. Бұл хром кендері, полиметалдар, мыс, вольфрам, молибден және уран рудаларының кен орындарына қамтылу керек. Рахмет. Тез айтылды, сұрақтарыңыз бар ма? Үй тапсырмасын дайындалып кетті. Ерболат. Ал мен сұрақ қойсам бола ма? Болады. Пайдалы қазбалар мен кендерді айырмашылығы. Рахмет сұрағыңызға. Пайдалы қазбалар дегеніміз, ол мысалы жер қыртысындағы барлық пайдалы қазбалар. Мысалы, айтып өткен газ, мұнай, минералдар. Кен дегеніміз ол руда. Мысалы, мыс кендері, алтын кендері, никель кендері, осындай қатты бөліктер ғой, грубо говоря. Жақсы, Ерболат, рахмет, отырыңыз. Кім дайындап келді? Жақсы. Жандос, сіз не дайындап келдіңіз? Мен тест сұрақ. Жақсы, тақтаға шығыңыз. Тест сұрақтарын варианттармен, тест сұрақтарын нұсқаларымен дайындап келіпсіз, да? Бірінші сұрақ, сирек металдарға қандай элементтер жатады? Бой. Бар? Ja, bu adenoidlar. Айтыңыздар қандай екен? Нұсқасында не жазылып тұр? Сол жауап бересің. Аяулым айта қойыңызшы. Өзім көріп тұрған жоқпын. Негізі дұрыс, иә, бір жауап лантониттер, итрий және скандий. Иә. Екіншісі, лантониттер тобына неше элементтер кіреді? Жазым. 15. Дұрыс. Үшіншісі. Қазақстан қай мемлекет қоры бойынша Уран бойынша. Дұрыс. Төртіншісі, уран қандай өнеркәсіп саласында Мен қолданылады? айтсам бола ма? Ядролық энергетика. Жоқ, Ергежан дедім. Орындарыңда отыр жауап бермейді, баға қойылады, сол көтеріп жауап береді. Аспай жауап берсеңіз. Бесіншісі, радиоактивті металдарға қандай элементтер жатады? Жаз Алина. Уран, торий және плутоний. Қазақстандағы ең ірі уран кен орындары қай аймақта орналасқан? Батыс Қазақстанда. Оңтүстік Қазақстан. Жетіншісі, серік металдарды өндірудегі әлемдегі ел қандай? Жетекші ел қандай? Қытай? Жоқ, Қытай. Қытайда ояқ немен ғана, о машинелермен ғана, Ресейде. Қытай негізі. Дұрыс жауабы. Қытай ма? Қытай. Ресей. По идее, Россия. Тест жасаған осы ғой. Серік металдарды қандай салада қолдануға болады? Жел турбиналар мен аккумуляторларда. Тоғызыншысы, қайсысы серік металдарды кен орындарында түріне жатады? Пегматитті кен орындар. Дұрыс. Оныншысы, радиоактивті металдарды өндірудің экологиялық проблемасы қандай? Яз Алина. Нияз айтсыншы. Нияз айта қойсын, Нияз. Радиоактивті қалдықтардың таралуы. Дұрыс. Осы жерде толықтыра өтсем бола ма? Иә. Мысалы, мына Батыс Қазақстанда уран өндірісі бар. Толық экологиялық талаптарға сәйкес келетін, яғни айтып отырмыз ғой жаңағы қалай дедік, радиоактивті қалдықтардың таралуы деп. Ол жақта уранды ашық түрде алмайды, яғни скважина қазатты, сол жерге жаңағы қышқылын енгізу арқылы біз уранды сұйықтық түрінде аламыз. Яғни барлығы герметично
жаңағы жер қыртыстарына тарамайды, жер бетіне алып шыққаннан кейін де біз ол жаңағы арнайы емкістарға құйып аламыз. Сондықтан бұл проблема Қазақстанда шешілген деп ойлаймын. Соңғы сұрақ, Қазақстанда сүйек металдардың ең ірі кен орындары қай жерде орналасқан? Yazыңыз. жалпы шығыс Қазақстан мен Жамбыл. Жақсы, рахмет. Біз теşekkür ederiz. Жандостың дайындаған тақырыбы ұнады ма тест сұрақтар? Жақсы, рахмет. Тағы да кім не дайындап келді? Тамаша. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Балалар, біз минералдардың түрлерін өттік. Мысалға, феррумес, купрумес, ол қандай сульфиттер? Қарапайым сульфиттер. Жақсы, бүгінгі тақырыбымыз қарапайым сульфиттер. Бүгінгі тақырыптың мақсаты қарапайым сульфиттердің құрамы мен түзілуі, физикалық және химиялық қасиеттері және қолданылуымен танысамыз. Қарапайым сульфиттер құрамында күкірт ионы бар, химиялық қосылыстар. Олар көбінесе металдарда, мысалға темір, мырыш, мыс және күкіртпен әрекеттесіп түзілетін заттар. Қарапайым сульфиттердің құрамы мен түзілуіне келетін болсақ, мыс металдар мен күкірттің қосылуы арқылы түзілетін қосылыстар. Олар көбінесе металл атомы мен күкірт атомының арасында иондық байланыс арқылы қалыптасады. Металл атомы өз электрондарын жоғалтып, 10 ионға айналады. Ал күкірт атомы 2 электронын беріп, теріс ионға айналады. Мысалға, темір сульфиді темір мен күкірттің қосылу нәтижесінде пайда болады. Мырыш пен күкірттің қосылуы арқылы пайда болады. Мыс сульфиді мыс пен күкірттің қосылуынан түзілетін қара сульфид. Қарапайым сульфидтердің физикалық химиялық қасиеттеріне келетін болса, мысалы түсі, қарапайым сульфидтер көбінесе қара түсті немесе қаралау болып келеді. Бірақ кейбіреулер ақшылдау болады. Мысалы мырыш сульфиді. Құрамы әдетте сульфидтер металдар мен күкірттің атомдық арасында иондық байланыста болады. Қаттылығы, олар көбінесе қатты заттар болып табылады. Ерітінділерінің ерекше қасиеттері, олар суда ерімейді. Бірақ кейбір сульфидтер, мысалға аммоний сульфиді суда ерігіш болуы мүмкін. Қарапайым сульфидтердің түзілу жағдайлары жоғары температурада немесе химиялық реакциялар кезінде қалыптасады. Күкіртті газды металдарда қыздырылған түрімен реакцияға қосу арқылы сульфид түзіледі. Қарапайым сульфидтердің қолдануына келетін болсақ, өндірістер кеңінен қолданады. Соның ішінде минералды кендерде. Көптеген сульфидтер табиғатта минералдар түрінде кездеседі. Мысалы, темір сульфиді темір кендерінде, мыс сульфиді мыс кендерінде. Электронды өнеркәсіпте кейбір сульфидтер жартылай өткізгіштер ретінде пайдаланады. Мысалы, мыс сульфиді электрлік құрылғыларда қолданылады. Жартылай өткізгіштік, лазерлер және фотосезім тал элементтерде қолданылады. Қарапайым сульфидтердің экологиялық және қауіпсіздік мәселелері, олар өндірісі мен қолдану кезінде қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін. Мысалы, күкірт диоксиді және басқа да күкірт қосылыстар ауаға шығарылғанда олар қышқыл жаңбыр туғызуы мүмкін дейді. Түсінікті ма? Неге үндемей қалдық? Бұл экологияға үлкен зиян әкеледі. Қарапайым сульфидтердің маңызды мысалдары. Темір сульфиді темір мен күкірттің
қосылысы негізінде темір рудасы кезінде мырыш сульфиді мырыш кендерінің кездеседі. Ол жарық көздер мен экранды өндірістерде қолданылады. Мыс сульфиді мыс кендерінде, мысалы халкопиритте кездеседі. Қазір соны талдайтын боламыз. Қорытындылай келсек, қарапайым сульфиттер металдар мен күкірттің қосылуы арқылы түзілетін маңызды химиялық қосылыстар болып табылады. Олардың физикалық қасиеттері қатты, көбінесе қара түсті және олар табиғатта минералдар түрінде кездеседі. Қарапайым сульфиттер өнеркәсіпте кеңінен қолданылады, бірақ олардың қоршаған ортаға әсері мен экологиялық мәселелерде маңызды. Сұрақтарыңыз бар ма? Зарина, мырыштың сульфиттік минералы. Ол бізде солерит, химиялық формуласы цинк С болады. Жақсы, рахмет. Еркежан, мыстықын айта қойыңыз. Бізде мыса осы үш не бар, минералы бар: халкопирит, купрум ферромесекі, халказин, купрум экс, ал кабелин, купрум С болып табылады. Жақсы, рахмет. Бүгінгі тақырыпты қарапайым сульфиттерді, мысалы, құрамы мен түзілуі, физикалық және химиялық қасиетін қолданылуын Джексо әдісімен меңгереміз. Сол себепті үш топтан бір студенттен келіп, менен түс таңдап алады. Келіңіздер, Еркежан. Ерболан. Қазір мен сіздерге осы түс бойынша мағлұмат таратып беремін. Соны жақсылап меңгеріп, оқып, меңгеріп алыңыздар. Содан кейін сіздерге 2 минут уақыт беріледі. Сосын жалғастырамыз. Қарапайым сульфиттерді қолдануының алу жолдары, физикалық және химиялық қасиеттері, топқа алу жолдары. Жақсылап танысып алыңыздар, әрқайсыңызға жеке-жеке берейін. Бірінші нұсқадағы сұрақты жауап берейін. Жоқ, осы мәліметті оқып аламыз. Содан кейін меңгеріп алғаннан кейін, қазір мен сіздерге сандар берем. Сол санмен тағы да ауысамыз. Ауысып, орындарыңыз ауысады ғой. Сол өздеріңіз алған мәліметті ауысқан түсіндіресіздер. Мен сіздерге ақ қағаз беремін. Сол жерге кесте қоясыздар. Кестені толтырып, маған бересіздер. Қазір мен сізде 2 минут уақыт беріледі. Аз емес болмады. Жеткілікті деп ойлаймын. Топтық жұмыс, осыған кестені толтырамыз. Бірінші оқып алыңыздар. Сол оқып болған соң ақпаратты жинап аламын. Түсінікті ма? Тағы да кімде сұрақ бар? Түсініксіз болса сұрай қойыңыздар.
барамыз. Аружан, берейін мұнда келеміз. Мұнда келеміз, жоқ қағаз, жоқ ол қоя салыңыз, өзіңіз барыңыз. Енді берілген бәрін маған жинап беріңіздер. Мағлұматтың бәрін маған жинап беріңіздер. Сіздерге Зарина өзінің столында не түсінді, соны түсіндіреді Самал екеуі. Сіздерге Аружан мен Мери түсіндіреді. Мына жақта Олжас пен Жандос түсіндіреді. Сіздердің алдарыңызға ақ қағаз қойдым. Соған түсінгендеріңізді жазып қоймайсыздар. Тақтаға өздеріңіз сайлаған топ жетекшісін сайлап аласыздар. Сол кісі тақтаға шығып қойып қойды. Алла светті жақсақ қалай болады екен? Олжас, свет жақсы. Жақсы, рахмет. Сіздерге 3 минут уақыт беріледі. Кесте сызып, өздеріңіздің түсінген мағлұматтарыңызды не ойларыңызбен бөлісіп, кім не түсінді тақтаға шығамыз. 팀원분들에게 쓰는 공간으로 미션이 여기서 문다다 말이야. Қорғаймыз түсініп. Мына топтан кім шығады? Нияз. Еркежан тақтаға. Бірінші Еркежанды тыңдап алайық, сосын қалғанымыз жалғастырамыз. Келе қойыңыз. Қарапайым суреттер. Тыңдаймыз. Физикалық қасиеттері, олар жартылай электр өткізгіштер болады, және де ақ түске суда жақсы еритін болып табылады. Ал химиялық қасиеттеріне келетін болсақ, қышқылдармен әрекеттескенде күкіл сутегі бөлінеді, және ол оттекпен тотығады.
Ал қолдануына келетін болсақ, қарапайым сульфидтерді біз металлургия өнеркәсіптерде қолданамыз, медицинада қолданамыз, химия өнеркәсібінде, электроникада, техника, машина жасау жұмыстарда және косметика мен тұрмыстық заттар жасауда қолданылады. Түрлеріне келетін болсақ, бізде көп сульфидтер, мыс, мырыш сульфидтері, натрий, аммоний сульфидтері, калий сульфидтері болып табылады. Сұрақтарыңыз бар ма Еркежанға? Болды ма? Сұрақтарыңыз жоқ. Отырамыз. Заринаға көмекші бар ма? Шамал шығамын дейді көмекке. Сол үш ионнан тұратын қосылыстар. Құрамына келетін сол бізде ол бір атом сульфид және үш атом оттек элементтер тұратын зат болып келеді және де кристалдық күйіне сол тетраэдр және триклиникалық түрлерінің бізде мысалы Тыңдаймыз. натрий сульфаты, натрий глюкоз, калий сульфаты, калий глюкоз, кальций сульфаты, кальций сош, мыс сульфаты. Қолданылатын бірінші ол бізде химиялық өнеркәсібінде толықтырғыш және токсикандырғыш ретінде қолданылады. Тамақ өнеркәсібінде көбінесе ол жаңағындай консервілерде қолданылады. Үшіншіден сол жуғыш және де ағаттың қолданылады және де қағаз өнеркәсібімен фотография жасау өнеркәсібінде қолданылады. Ал одан кейін сол біріншісі ол бізде күкіртті газ суда ерітеді. Екіншісі металл танктармен әрекеттеседі. Сульфидтерді металл тұздағыш арқылы алынады. Физикалық қасиеттеріне сол бізде ақ түсті кристалды зат түріне келеді және олар суда жақсы ериді. Вакуум температурасы 1000-ға дейін кете алады және көбінесе олардың дәндері ащы болып келеді. Ал химиялық қасиетіне келетін соң бізде ол қышқылмен әрекеттеседі, тұтылу қасиеттеріне ие болады, оттегімен әрекеттеседі және азот қышқылмен металлдармен әрекеттеседі. Металл сульфатымен сутек қосылыстарын құрайды. Тамаша, өте тамаша. Сабақты өте жақсы меңгерген. Сұрақ қоямыз дейді, қыздар сұрақ қоясыздар ма? Жаңа консервілеу деді ғой. Консервілеуге қолданады дейсіз ғой. Қай жерде қолданады консервацияда? Сусындар. Сусындар? Мен жауап берсем болады? Жақсы. Ол ұзақ сақталу үшін қолданады. Ұзақ сақталу үшін иондарын жібереді, Ұзақ сақталу. Жақсы. Ананастарды. Нұрлан сен жаздың ба? Жоқ, общий бүкілмей. Ал енді бұл топтан кім шығады? Аружан мен Ербұлан. Мерей шықсын, Мерей шықсын. Тыңдаймыз. Қарапайым сульфидтер дегеніміз ол сульфур қышқылының тұздары және олардың құрамында сульфид иондары бар. Біз химиялық пен физикалық қасиеттеріне келетін болсақ, Химиялық қасиеттері ол қышқылдармен әрекеттесіп, H2S түзеді. Оттекпен тотығуы натрий сульфиді ауада тотығады. Азот қышқылымен металдармен әрекеттесіп, сутек немесе металл сульфаттарын түзеді. Сульфур қышқылы тұрақсыз болғандықтан ыдырап, су және диоксид түседі. Ал физикалық қасиеттеріне келетін болса, ол түсі көбінесе қара сұр немесе ақ түсте кездеседі. Тығыздығы, еру қасиеті, қайнау, балқу температуралары. Натрий сульфаты бізде 1150 градуста балқиды, ал натрий бисульфиді ол 150 градуста балқиды. Ал дәміне келетін болса, ол бізде ащы. Ербұлан, сіздің қосарыңыз бар ма? Неге жоқ?
Сұрағыңыз бар ма? Сұрағыңыз өте көп еді. өз тобына шыққан өз тобына сұрақ Ja, sulfur деген не болып тұр? Иә, одан сульфид ионы бар. SO3. Хаттарға жауап береміз. Тағы бар ма сұрақтарыңыз? Қайда қолданылады деп? Бізге берілген физикалық химиялық қасиеті қолданылуын басқалары. Жақсы. Отырыңыздар. Енді былайша кімнің қай топтың тақтаға шыққанда жауабы сіздерге толығырақ болады. Біздің. Зарина топтары екінші топ. мен өз жеке ойым мына аружан ханымның жауабы толық. Мен де Ербұланның жеке ойымен келісемін. Жоқ. Менің бағалауымша Жоқ. Заринаның тобы жақсы балл, 5 балл қоям. Екінші топ Еркежанмен Олжасқа 4 балл қоям. Сіздерге ренжімеңіздер 3 балл қоям. Мұғалім, біз қана жоқ өмірі Заринаға сіздер баға қоясыздар и Еркежан андай өзі акцент үшін а мы точную информацию даем и такое Точно емес, сіз даже қайда Ербұлан ойыңыздан тұрады. Қайда қолданылады? сульфиттер ма? Химия өнеркәсібінде тамақта және де Тамақта именно қай жерде? жаңағы Зарина айтып кетті. консервілеуге Не үшін бізде консервіленеді? мысалы консервілер әскери жорық кезінде мысалы стратегиялық запастар болуы мүмкін. Сондықтан ол 2 жылға, 2,5-3 жылға сақталу керек болады. Сондықтан бөлініп кетпеу үшін. Ал біз сульфид иондарымен жаңағы консервінің ішкі бөлігін тазалап, одан кейін ішіне тамақ саламыз и сол кезде бізге жаңағы стратегиялық запас пайдаланады. Толық жауап деген осылай болды Зарина ханым. Өнеркәсібіне қайдан толық? Химиялық өнеркәсіпте бізде азот пен күкірт өндіру барысында өндіру үшін сульфиттер қолданылады. Сабағымыздағы жалғастырамыз. Ленинга бағдарламасы бойынша бүгінгі тақырыпты бекітеміз. Мен сіздерге біздің топтағы WhatsApp-қа ссылкасын жібердім. Ашып, қараймыз, қол көтеріп жауап береміз. Маған көмекші керек, Еркежан, келіп отырыңыз. Жауап береміз. Соткаларыңыздан жауап берсеңіздер, сіздерде кім неше балл жинадыңыздар, сол шығып тұрады. Сол бойынша бағаламыз. Бағалау критериялар алдарыңызда тұр. Бірінші сұрақ, Еркежан оқыңыз. Қарапайым сульфиттер құрамында кездесетін элемент. Иә. Енді қол көтеріп жауап беріп отырсаңыздар. Екінші сұраққа ашып жауап беріңіз. Вообще болмайды. Сұрағыңыз, оқи беріңіз. Темір мен күкірт қосылуынан түзілетін қарапайым сульфид. Темір мен күкірт қосылған түзілетін қарапайым сульфид. Самал? Темір сульфид ма? Иә. Үшінші сұрақты оқи қойыңыз, Еркежан. Мырыш пен күкірт қосылғанда түзілетін қарапайым сульфид. Зарина? Мырыш сульфид. Келесі төртінші сұрақ. Қарапайым сульфидтер көбінесе қандай күйде болады? Жандос? Қатты. Дұрыс. Бесінші сұрақ. Лаура жауап берсінші. Лаура жауап беріңіз. Қарапайым сульфидтер құрамында кездесетін металдардың бірі олмас. Аттырақ айтыңыз. Келесі жолы. Және соңғы сұрақ бізде қарапайым сульфидтердің табиғатта кездесетін түрлерінің бірі. Аялу.
Pirip бар? Иә, дұрыс. Ал енді бүкіл қандай дұрыс келген көрейік. Бәрі дұрыс. Ертеден лидерлер ошағы белгіленді ма? Үш лидер шығу керек. Астында айта қойыңыз. Бірінші лидер бізде Зарина, екінші Аружан, үшінші Самал. Өте тамаша. Отырыңыз, рахмет сізге. Мен сіздерге рефлексия. Қазір балалар, мен сіздерге WhatsApp желісіне бүгінгі сабақ бойынша сіздерден кері байланыс күтемін. Егер де бүгінгі сабақ сіздерге толығымен түсінікті болса, мынандай смайлик жібереміз. Ал егер де түсінікті, бірақ сұрақтарыңыз бар болса, мынандай смайлик жібереміз. Ал егер де сабақ түсініксіз, сұрақтарыңыз көп болса, мынандай өкінішті деген смайлик жібереміз. Мен сіздерден кері байланыс күтемін. Жауаптарыңызды тосамын. Рахмет, баршаңызға көп сабақ түсінікті болыпты. Енді үйге берілетін үй тапсырмасына келетін болсақ. Үй тапсырмасына сіздерге Капут бағдарламасын пайдаланып викторина жасап келеміз. Бағалау критерияларын пайдалана отырып, мен сіздерге бүгін мынандай баға қойдым. Бимендина Еркежан 95 балл, Жұмағұл Жандос 95 балл, Қалашбаева Лаура 70 балл, Қалиасқар Олжас 90 балл, Қолбай Болжас 85 балл, Қонысбай Аружан 95 балл, Мәден Ерболат 95 балл, Несіпбек Зарина 95 балл, Саттарбек Нияз 80 балл, Серікқол Самал 85 балл, Төлеутай Жұбанов 85 балл, Тишбай Мерей 85, Шакирова Аяулым 85. Жақсы. Сау болыңыздар. Рахмет.